Ассаламу алейкум қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмді осындай трайфл дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бисквитке қажетті заттар: жұмыртқа, қант, ұн, какао, ұн қопсытқыш және де сұйық май. Жұмыртқаға қантты қосып, 1-2 есеге ұлғайғанша миксерлейміз. Миксердің ең төмен жылдамдығынан бастап, ақырын жоғарылата отырып, ағарғанша миксерлейміз. Мінекей масса осылай болу керек. Енді үстіне ұнды 3 бөлікке бөле отырып, електен өткізіп, сағат тілімен төменнен жоғары қарай ақырын араластырып аламыз. Қалған ұнды мұнда какао мен ұн қопсытқыш, барлығын салып, електен өткізіп аламын. Кішкене араластырып алып, үстіне сұйық майды құйып, енді жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Масса дайын болғанда, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің қызу температурасына байланысты уақытына қарайсыздар. Мінекей осылай шығу керек масса. Енді листке құйып, тегістеп алып пісіріп алатын боламыз. Бисквит піскенше кремін дайындаймыз. Кремге қажетті заттар: салқын 30% қаймақ, қоюлатылған сүт, яғни сгущенка, қантты ұнтақ, ванилин немесе ванильный сахар. Мен ванильный сахарды қолдандым. Барлығын салып, крем қою болғанша жақсылап миксерлейміз. Крем дайын болғанда мұздатқышқа қоя тұрамыз. Мінекей бисквит пісіп дайын болды. Осылай шпажканың көмегімен қарасаңыздар болады. Бисквит өте керемет болып шықты. Мінекей арасын бәрі піскен, жұп-жұмсақ. Енді қолымызбен үгітіп аламыз. Ганашты водяной парда немесе микротолқынды пеште ертіп алып, салқындатып аламыз. Мінекей бисквиттерді осылай үгітіп алдым. Енді ыдысқа салып шығамыз. Трайфлға арналған әрқалай формада ыдыстар бар. Мен осындайын қолдандым. Қалған бисквиттердің барлығын ыдыстарымызға салып шығатын боламыз.
Мінекей салып алдық. Енді пропитка жасайтын боламыз. Мұнда қоюлатылған сүт, яғни сгущенкамен қайнатылған су қолдандым. Немесе сүтпен қантты араластырып қолдансаңыздар да болады. Енді крем құйып шығатын боламыз. Мұнда насадка мендегі Вупипайдың насадкасы. Насадка болмаған жағдайда осындай кондитерлік пакетті кішкене қайшымен қиып қолдансаңыздар да болады. Кремді құйып алып, бетін тегістеп шығамыз. Барынша тегіс еткендеріңіз маңызды. Өйткені ганаш құйғанда бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып әдемі көрінбейді. Сол үшін барынша бетін тегістеп алыңыздар. Тегістеп алып ганаш құятын боламыз. Мінекей ганашты мен ерітіп, салқындатып алдым. Енді барынша бір тегіс етіп құйып шығамыз. Мен ганашты құйып алып, 10-15 минутқа мұздатқышқа қойып аламын. Ганаш кішкене қатты болып, әрлегенде ыңғайлы болу үшін. Мінекей мұздатқышқа салып алдым. Енді әрлейтін боламын. Менде мұнда вафельный крошка и конфеттермен әрлеймін. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте керемет шығады қыздар. Дайындап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.